Ай адамдарға әрдайым қызық болатын. Бұған себептер көп. Айта кетсек, теңіз суларының көтерілуі мен қайтуын басқаруы, күннің тұтылуы және бір қызығы өзінің формасын өзгертуінде. Біз күнде айға қараймыз және әр түнде ай да өз формасын өзгертеді. Неге екенін ойланып көрдік пе? Осы сұраққа жауап алу үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Бізге көрінетін айдың формасы айдың қалай тұрғанына байланысты. Жерді айналғанда ол күн сәулесін шағылыстырады. Біз жерден айдың бір жағын ғана көре аламыз. Түнде қарағанда айдың формасы оның қай беті күнге түсіп тұрғанына байланысты. Айдың формаларын фаза деп атайды. Ол айдың цикліне байланысты өзгереді. Шамамен 27 күнге созылады. Айдың циклі басталғанда ай күн мен жердің арасында болады. Бұл фазаның кезінде айдың күн шағылысып тұрған жағы арғы жақ беті болғандықтан көрінбейді. Айдың айналғанына байланысты оның үлкен беті көріне бастайды. Бұл уақытта ай өсе бастайды, яғни күн сайын үлкейеді. Ай басында кішкене бүгілген сияқты формада көрінеді. Бұл айдың сол кезде қалай орналасқанына байланысты. Шамамен айдың циклінің ортасы болғанда жер күн мен айдың ортасында болады. Сондықтан түнде біз айды толықтай көреміз. Кейбірде жер күн сәулесін көлеңкелеп, айға жарық түсірмей тастайды. Бұны біз айдың тұтылуы деп атаймыз. Айдың толық беті көрінгеннен кейін ай кішірейе бастайды. Әр түн сайын кішірейе береді. Ай циклінің соңына жеткенде ай қайтадан осы қалпына оралады. Осылай ай өзінің айналымын аяқтап, жаңа ай мен циклі қайтадан басталады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, комментарийге видеоны бағалап кетіңіздер.